Жеміс ағаштарының оның ішінде жүзім ағашының орнын ауыстыру диаметрі жобамен 50 сантиметр. Сондай шебін тастап жатқандарын көретін едім. Мынау жүзім ағаш 3-4-5 жылдықтың балталардың астына тығып ұрып өзі босайды. Азантай қалды. Жүзімді орнына салдық, жаңа айтқандай шетте. Осылай жүзім ағашымыздың біреуін көшіріп алдық. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху, ардақты мұсылман қауымы. Аллах субхана тағала істеп жатқан істеріңізге береке берсін. Біз кезекті видео жеміс ағаштарының, оның ішінде жүзім ағашының орнын ауыстыру тәсілін көрсетейін деп жатырмыз. Яғни әуелі егіліп тұрған орнынан басқа орынға ауыстыру туралы видео. Алдымен 70 сантиметрдей ойық қазып алдық. Диаметрі жобамен 50 сантиметр. 70 сантиметрдің 20 сантиметріне шебін тастадық. Ол тәжірибеде бірінші рет. Сондай шебін тастап жатқандарын көретін едім. Ол ызғарды тартып тұруына иншаллах себеп болады деген оймен салып жатырмыз. Таудың тасы кәдімгі езілген шебін. Сосын жылқының күңін өзінен шыққан саз топыраққа араластырып дайындап қойдық. Өстіп дайындап алғаннан кейін барып әуелгі ағаштың түбін шұқылап қазамыз. Егіліп тұрған, оны да көрсететін боламын бұйырса. Жүзім ағаш 3-4-5 жылдықтың ағашы, иншаллах, жасы. Жеміс беріп тұрған, талдар қиылған. Осыны бұйырса ашып, астын қазып алып, орнын ауыстырамыз. Бірінші шақаларын бір-біріне байлап қойғаным, яғни қазір қазып отқан кездерде шақасына тик кетпес үшін байлап қойылды. Енді жан-жағын жайлап қопсытып қазып көреміз қазір. Әбден бұтақтың түбі қимылдап бастағанша, сосын қимылдағаннан кейін күштеп жылып алуға әрекет етеміз. Баракаллаху фикум. Так, жүзімдердің түбін алып жатырмыз. Балталардың астына тығып ұрып белтте солай салып, ілінген торпақты алып жайлап шығып жатырмыз. Енді балталым салып қайырған кезде общий негізгі денесі, барлық негізгі тұстары қимылдап бастап жатыр. Тағы Аллах нәсіп етсе, 2-3 попытка істесек, иншаллах шығып қалады. Достар, ағаш жалпы жайлап жақындады. Денесі бірге қимылдап тұр. Айтып өткенде иншаллах қиғаштап бұлайынан астына қарай ұра береміз. Өзі босайды. Азантай қалды тағы. Бір-екі рет ұрып жіберсек шығады. Бірінші бір-екі теуіп айналасын алып алынады осырай. Сосын балталым бүйтіп қиғаштап салу керек екен де, тік салмай. Қиғаштап салсақ иншаллах сондай дәрежеге дейін жетсе. Жүзім ағашымызды алып келдік. Сондай кейде алып енді топырағын ұрып түсіріп тастайын дегенім, ой топырақпен отырғызатын, онымен түскен жоқ. Сондай ке, Аллах береке берсін. Мынаған бір шелек су құйып қойғанмын, мана айтып өткендей түбінде шебін. Енді мынау өзі сыймайды сияқты, мына кішкене 20-20 санттан кеңейтеміз ау деймін иншаллах. Астына күң тастап жіберіп, мынаның бетіне қоя қоятын. Жүзімді орнына салдық, жаңа айтқандай шеттерін. Ой-ой жібердік. Қарай бұрып жіберейік. Енді кішкене бір тағы 10-15 сантиметр отырғанда жақсы болатын еді, бірақ мынау ауыр, машалла. Ауыр, енді қайтып алып салуға ерініп тұрым кетті енді. Жан-жағына күң араласқан сазды салып, үстіне су құямыз бұйырса. Жақсылап су құю керек бұған. Осылай жүзім ағашымыздың біреуін көшіріп алдық. Барлық этаптарын көрсеттім деп ойлаймын. Айтылмаған жерлері болса комментарийға жазып кетіңіздер. Және осындай тақырыптарда контенттерді онлайн тамашалағыңыз келсе, Шеберхана KZ, астың сызықша KZ деген инстаграм парақшамыздан байқасаңыздар болады.
Тек жүзімді айтатын болсақ, жүзім деген енді осы күннен бастап, ауысқан күннен бастап күнделікті суарылып отырады. Бұл жүзімге суарылу сезоны басталды осы күннен бастап. Жалпы қай ағашта да ауыстырғаннан бастап, сол моменттен бастап суарылады. Осы қазір су деген орын тауып төменге барады, сол кезде тесік қалып, топырақтар отырғаннан кейін тесік қалуы мүмкін. Сол тесіктерге тағы да сазға күң араластырып, бетіне тағы сеуіп шығуға болады. Аллах субханаллах тағала барлық мұсылмандарға береке берсін, жақсылықта сақтап қойсын. Парақшаларымызда тіркеліп, пікір жазып, өздеріңіздің ойлаған пікірлеріңізді, егер ұнаса контент, басқа WhatsApp топтары бар, әртүрлі әлеуметтік желілерге бөлісулеріңіз сұралады. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.